Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі 2-ші сынып 68-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы аммоним дегеніміз не? 14-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар және жауап беріңдер. Балалар не істеген? Екі баланың арасында төбелес болған. Төбелесті кім жеңген? Апамыз жеңген. Апамыз не үшін ұялған? Апамыз қыздардың көзінше жеңілген үшін ұялған. Мәтінге ат қой. Мәтінге ат. Намыс қой балам. 15-ші жаттығу. Дүз сөздің әр мағынасын сөйлем құрап жаз. Дүз әр түрлі бояу. Дүз іс-қимыл атауы. Кәусардың әр түрлі түсті көйлектері бар. Айдар баспалдақтан ақырын түс. 16-ші жаттығу. Сөздердің мағынасын түсіндір. Олардың әрқайсысына екі түрлі мағыналы білдіретіндей сөйлемдер құра. Бас, дене мүшесі, бас іс-қимыл атауы. Өкпе, ағза, өкпе ренжуі. Жүз іс-қимыл атауы. Жүз сан. 17-ші жаттығу. Көркем жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Дүкеннен біз іздедік біз. Бір жүктеу есімдігінің көпше түрі. Біз етік тігетін құрал. 18-ші жаттығу. Лаң тап. Мұз айдынында 7 бала. Асыр сап жүр сырғанап. Сырғанамай 2 бала жағалауда тұр қара. Енді осы бар баланың санын айтсаң жарадың. Қара түс. Қарамен жазылған сөздің аммонимін тап. Қара түс, қара іс-қимыл атауы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.